Ал енді қымбатты шәкірттер, бүгін кезекті берекелі дастархан жобасы бойынша бас қосып отырмыз. Енді менің байқауымша бұл біздің ресми түрде осы жобаны қолға алғаннан бері қарайғы 3-ші реткі бас қосуымыз. Оның біреуі күзде ресми түрде олай аталмаса да, Атамұра корпорациясында кітаптардың таныстырылымы болған кезде Нават мейрамханасында бас қосқанбыз. Ол кезде бізге Олжа Питтің авторы, Жапонияда жұмыс істейтін Сәулет деген бауырымыз қатысып біраз жақсы әңгіме айтып кетті. Одан кейін Жалғас пен Шыңғыс Таналар келді. Ол да берекелі дастархан болды. Одан кейін екінші рет бас қосуымыз ресми түрде берекелі дастархан деп атап, Атамекен мейрамханасында болды. Ол кезде Берек апайымыз келіп, жақсы әңгіме айтып, ән салып, осы жобаның тиімді екенін көрсетті. Бүгін міне 3-ші рет бас қосып отырмыз. Жалпы бұл 3-ші рет болғанмен өздеріңіз білесіздер, театрға барып шыққаннан кейін міндетті түрде соны талқылайтынбыз. Және ол талқылау, ол әңгіме өте қызық болатын. Сол кезде мен ойланып жүретінмін. Бізге қажет бір орта осы екен ғой деп. Сондықтан Ділмар дамытуға бағытталған орта болғандықтан, ол түрлі бағытта дамытады. Тек дәрісханада емес, сайыстарда емес, басқа мектептерге барғанда емес, бұқаралық ақпарат құралдарында сұхбат бергенде емес, тауға барғанда емес, есіктің көліне шыққанда ғана емес, тағы бір керемет жобасы дастархан басында дамыту. Бұл бабалардан қалған үлкен жол. Өйткені ақ дастарханның басында жаудың да даудың да беті қайтады. Біздің бабаларымыз дастарханды ерекше құрметтеген. Қазір өкінішке орай дастарханның басындағы берекелі дүние бізді санамыздан да, біздің қолданысымыздан да алыстап бара жатыр. Мысалы айтайын, өзімізде талай қонаққа барамыз. Сол кезде қонақтың басында отырған адамдар жеке дара телефондарын алып телефон шықып отырады. Сен бір әңгіме айтсаң арасында аудақ қояды, сенің әңгімеңді тыңдап отырған жоқ, ол басқа әлемде отыр. Сен бір әңгіме айтайын деп, пікірлесейін деп, сұхбаттасайын деп, сырласайын десең, оның ойы басқа әлемде отырады. Содан кейін жақсы әңгімелесіп, емен жарқын болмағаннан кейін ол дастарханның да әңгіменің де отырысында берекесі болмайды. Мына отбасындағы адамдарда бір-бірімен қазір қарым-қатынас болмайды. Ата-анасы мен баласының арасындағы қарым-қатынас, ерлі-зайыптылардың бір-бірімен сөйлесуі деген сияқты тәрбие тағылымның көп дастарханның басында болады. Қазір өкініштісіз көптеген отбасыларына барамыз. Баласы бөлек бөлмеде отырады, ата-анасы бөлек телефонмен, WhatsApp-пен мәселе шешіп жұмыс істеп отырады. Және не жеп, не ішіп отырғанның дәмін адам сезінбейді. Басқа мәселемен айналысып отырғанда. Ғалымдардың зерттеуі бойынша ас ішіп отырған кезде тек қана адамның көңілі асқа болуы керек. Сонда ас қорыту жүйесі, асқазан, өт, бауыр, астың сіңдігінің барлығы ағзаға өте пайдалы дүние. Біз денсаулығымызды осылай қолдан құртып жатырмыз. Сондықтан бұл тек біріншіден тәрбиелік тұрғыдан болса, екіншіден біздің медициналық тұрғыдан да дастарханның басында тамақты пейілмен, ықыласпен жеу өте маңызды. Не үшін қолменен етті жеген? Себебі адамның қолы, саусағы етке тиген кезде сенің денең қажетті асты қабылдайтын ағзаларың ыстық, суық, салқын дүниенің келе жатқанын сезеді, соған дайын тұрады. Содан кейін барып сен жеген кезде ол бірден оны қабылдай алады. Сен мысалы суық суды қатты ішіп жіберсең, кейде асқазаның немесе тамағың бірден ауырып қалады, ол дайынсыз жағдай. Сондықтан бұның денсаулыққа да өте көп пайдасы болады. Біз осы арқылы денсаулығымызды тәнімізге беретін қуатты арттыруымыз керек, жанымызға беретін рухани серпіліс осы дастарханның басында керемет әңгімеле жатыр. Сондықтан біз осы бас қосулардың бәрінде тек қана бос сөз айтып, күнделікті бас қосу кезіндегі сияқты жекедері жалпылама әңгімелерде емес, тағылымды пайдалы әңгімеге үйретсек дейміз. Бұның тағы да бір ерекше мазмұны бар. Ол қазір мысалы той-томалақтарға, ас жиындарға барсақ, 300 адам, 400 адам сөйлейтін үлкен той астың басында адамдардың сөйлеу мәдениеті, тыңдау мәдениеті дегенде адамды құлазытатын деңгейде. Жақсы сөз айтсаң тыңдайтын құлақ жоқ. Жақсы тыңдайын десең айтатын адам жоқ. Біз осылай осы беттен кете берсек қайда барамыз? Сондықтан да біз тыңдау мәдениетін дастархан басында қалыптастыру. Екінші, сөйлеу мәдениетін дастархан басындағы адамдарға пайдалы, тәрбиелі, тағылымды дүниелерді айту, дастарханның берекесі мен мазмұнын арттыру бағытын дамыту үшін осы берекелі дастархан жобасын жолға қойдық. Біз әр бас қосуымызда қонақтарды шақырып отырамыз. Бүгін де қонағымыз кешіріп шаруаларымен келеді. Ондағы басты мақсат осы біздің үйірмеміздің дамуына қолдау көрсеткен, жақсылық жасаған кісілерге бір жағынан рахмет айту, оларды шай үстінде жақсы сөзбенен желпіндіріп жігерлендіру, екінші жағынан әртүрлі кезеңде кейіндеуде өнер адамдарын шақырып, олардың да әңгімесін тыңдап, өнегемізді арттыра түсеміз. Сондықтан да бұл біздің болашақ жеке отбасының мүшесі ретінде, осы отанға қызмет ететін азамат ретінде
ата бабамыздан келе жатқан жақсы дәстүрді ұмытпай, сақтай отырып, соны дамытуға жол ашады. Сондықтан да берекелі дастархан деген жоба осындай бір керемет идеяменен іске асып жатыр. Мен жүрген жерінде семинарларда, кездесулерде айтып тұрмын. Бұны қазір қолдап алып кетіп жатқандар көп. Сондықтан біз осы дастарханның басындағы кейбір әңгімелерді әлеуметтік желілерге жүктеп жариялау арқылы басқаларға да үлгі-өнеге көрсеткіміз келеді. Мысалы, сіздердің жастарыңыздағылардың дастархан басында отыру мәдениеті қандай? Мен мысалы соған қатты таңғаламын. Дастархан басында әңгіме айтып, арқа-жарқа сөз сөйлеп, сөз тыңдап отыра ма? Жоқ, басқа ма? Біздің кезеңде қандай еді? Сондықтан сіздердің замандастарыңыздың дастархан басындағы мәдениетін дамыту үшін осындай іс жүзіндегі өмірдегі жаттығулар керек.